Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымызда айтылатын тақырып бұл Classroom приложениесі. Classroom приложениесі қазіргі замандағы онлайн форматқа өте керек приложениелердің бірі. Бұл жерде мұғалім мен оқушының арасындағы сабақ өту барысындағы кері байланыстар болады. Ең бірінші бұл лентаға оқушылармен амандасып, оқушылардан кері байланыс алуымызға болады. Ал заданияларды бұл жерде мен ең бірінші күнге ноталардың тарихын алдым. Бұл жерде ноталардың тарихында азғантай ноталар түсіндіріліп кеткен, ал екінші күнге ноталардың қолданылуы солардың барлығын алдым. Ал үшінші күн бұл жерде ноталар туралы ақпараттар. Ал төртінші күнге біз тест қойған болатынбыз. Бұл тесттің барлық жауаптары тек қана маған көрініп тұрады, ал басқа адамдарға көрінбейді. Тесттерді мен өзімнің группаластарыма жібердім, және де группаластарым бұл тесттерді тапсырған болатын. Оларды қазір бұл жерден қарайтын боламыз. Қоса елемес, Назира, Ислам, Ашат, Батыржан, және Мереке дейтін достарым тапсырған. Осылай қолдануымызға болады.